Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз құқық негіздері пәні бойынша 11-ші сыныпқа арналған 1-ші тоқсандағы мемлекет және құқық бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда тақырып, яғни тақырып бізде заңдылық және құқықтық тәртіп, мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарын қорғалуы және жүзеге асырылуы, сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы. Оқу мақсаты, бағалау критериялары берілген. Бірінші тапсырмада берілген ұғымдарға анықтама беріп және мысал келтіретін боламыз. Екінші тапсырмада жағдаят негізінде мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын қорғау механизмдерін жазатын боламыз. Үшінші тапсырмада Қазақстан Республикасының сот жүйесінің элементтерін кестеге жазып толтыратын боламыз. Алдарыңызда бағалау критерийлері көрсетілген. 3 тапсырма және дескриптивтер көрсетіліп тұр, құрметті оқушылар. Және біздің қажетті жинайтын балл шәкіл санымыз көрсетіліп тұр. Онда, құрметті оқушылар, өз жұмысымызды бастайық. Бірінші тапсырма бойынша берілген ұғымдарға анықтама беріп мысал келтіреміз. Заңдылық, құқықтық тәртіп және оған мысал келтіретін боламыз. Заңдылық бұл барлық мемлекеттік органдардың, лауазымы қызметкерлердің, ұйымдар мен азаматтардың қолданыстағы заңдарын бағыну. Заңдылық құқықтық мемлекеттің негізгі қағидаларының бірі. Құқықтық тәртіп бұл қоғамда орнатылған заңдар мен нормалардың сақталуын білдіретін жағдай. Яғни азаматтар мен ұйымдар заңды бұзбай, құқықтарын құрметтеп, өз міндеттерін адал орындау. Әділдік, тыныштық, заңға бағыну. Құқықтық тәртіп заңның қоғамда жұмыс істеуі. Мысал келтіретін болсақ, заңдылыққа лауазымды тұлғаның пара алмауы, заңдылықты сақтау. Егер аталған заңдылық сақталмаса, бұзылса, қылмыстық жауапкершілік көзделген. Тағы бір мысал, сот шешімі барлық тарапқа бірдей орындауға міндетті. Егер бір тарап заңды күшіне енген сот шешімін орындамаса, бұл заңдылық принципінің бұзылуы. Құқықтық тәртіп мысал келтіретін болсақ, бірінші жолда жүру ережесін сақтау, екінші салықты уақытында төлеу, үшінші қоғамдық орындарда тәртіп сақтау тәрізді іс-әрекеттер. Екінші тапсырма жағдаят негізінде мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын қорғау механизмдерін жазатын боламыз. Жағдаят. Азамат К жол көлік апатына түсіп, денсаулығына аса ауыр зиян келеді. Ауруханада ота жасалып, оған 10 жақ аяқ қызметінен айырылғандығын хабарланады. Дәрігер ампутация жасауға мәжбүр болады. Құқықтарын қорғау механизмдері: мүгедектік тобына шығару, медициналық сараптама арқылы мүгедектік тағайындап жәрдемақы, медициналық және әлеуметтік көмекке құқылы болады. Оның ішінде протезбен қамтамасыз ету, 16 орындарына жолдама алу, инфрақұрылым қолжетімділігін қамтамасыз ету, қажет жағдайда жұмыс ұсыну. Екінші жағдаят. Семей ядролық полигонында әскери борышын өтеген С арада 15 жыл өткеннен кейін денсаулығы жұмыс істеуге жарамсыз болып қалады. Дәрігерлер арнайы диагноз қойып, ядролық апаттардың салдары екендігін мәлімдеді. Құқықтың қорғау механизмдері: бірінші, ядролық сынақ зардаптарын шеккендерге арнайы жәрдемақы, әлеуметтік көмек, жеңілдіктерге құқылы. Екінші, медициналық көмекпен ұзақ мерзімді 16 шараларына қол жеткізу, арнайы мекемелердің қызмет алу. Үшінші тапсырма Қазақстан Республикасының сот жүйесінің элементтерін кестеге жазып толтыратын боламыз. Бірінші, Қазақстан Республикасының жүйесінің элементтерін келтіретін болсақ, Қазақстан Республикасының сот жүйесі бірінші жоғары сот және жергілікті соттан тұрады. Жергілікті соттар 3 сатыдан бар. Бірінші саты соттары аудандық және оған теңестірілген соттар. Екінші саты апелляциялық сот алқалар. Үшінші саты соты кассациялық сот, қылмыстық сот алқалар. Міне, құрметті